Химиядан ұбт-да жоғары бал алудың нақты жолын көрсететін боламын. Бұл сабақта ұбт-да жиі кездесетін тақырыптар, дұрыс дайындалу стратегиясы және жоғары бал жинаудың тиімді әдістерін көрсететін боламын. Неліктен көп оқушы жоғары бал жинай алмайды? Бірінші қателік теорияны тек жаттау, мағынасы жаттау ұзаққа созылмайды. Екіншіден, көп кітап оқу мөлшер емес, сапа маңызды. Үшіншіден, жүйесіз дайындалу, жоспарсыз оқу уақыт жоғалту болып табылады. Төртіншіден, қатемен жұмыс жасамау, қателерді талдамай прогресс болмайды, өсу болмайды. Яғни формуланы қолданбау, білгенді практикада қолдана білу керек. Жоғары нәтиже көп оқудан емес, дұрыс дайындалудан басталады. Яғни бұл жүйесіздік жалпы жүйелі жұмыстың нәтижесіне апармайды екенін түсіндік. Енді ұбт-да ең жиі кездесетін тақырыптар, мысалға мына жерде 20% ең маңызды білім, 15% тұрақты теориялық сұрақтарды қамтиды. Осы тақырыптарды, яғни мына жерде тақырыптар есептерге байланысты, бізде массаға байланысты, көлемге байланысты, зат мөлшеріне байланысты химияда көбірек есептер келеді. Ең алғашқы А деңгейіндегі есептер солай басталады, сосын күрделене береді. Сосын органикалық химияға байланысты теориялық сұрақтар, сонымен қатар есептер келеді. Ерітінділер, тотығу-тотықсыздануға байланысты есептер келеді. Міндетті түрде периодтық заң, яғни период бойынша қалай атом радиусы қай жаққа қарай артады, қай жаққа қарай кемиді деген сұрақтар жиі кездеседі. Химиялық тепе-теңдікке байланысты Ле Шателе принциптері көп келеді. Электролизге байланысты анодта қандай заттар, катодта қандай заттар бөлінеді деген сұрақтар. Термохимиялық, яғни реакциялар, экзотермиялық, эндотермиялық реакциялар көп келеді. Реакция жылдамдығына байланысты есептерді білетін болсақ, осы тақырыптарды біз жалпы жақсы тесттің үлкен бөлігін шеше алатындай дәрежеге жетеді екенбіз. Енді дұрыс дайындалу стратегиясы. Жалпы стратегия дегеніміз не, соған тоқтала кетейік. Ол осы жоғары нәтижеге жету үшін қандай мақсаттарды, қандай жолдардан өту керек. Осы тәсілдерді меңгеруіміз керек. Ең алдымен теория болу керек, яғни оқуымыз керек, жаңа видео сабақтарды қарауымыз керек, сол бойынша кітаппен салыстыра отырып оқуымыз керек. Екіншіден, сол теориялық жаңа нәрсені оқыған кезде есептің шығару жолы тұрады ғой, сол кезде соған қарай отырып мысал есеп шығаруымыз керек. Сол тақырып бойынша теорияда оқығанымыз бойынша 20 тест орындауымыз керек. Кем дегенде, яғни одан көбірек орындауға болады әрине. Одан кейін сол есептердің қай бөлігінде біз қателік жібердік, солымен жұмыстануымыз керек. Қатемен жұмыс, яғни. Сосын барып келесі тақырыпқа өтуіміз керек. Осы циклді біз осы нәрсені айналдыра отырып, осыны қайталап отырсақ, біз міндетті түрде нәтижеге жетеді екенбіз. Яғни қате тәсіл мына жерде көрсетіп тұр. Кітапты оқу ешқандай жүйесіз, сосын формула жаттау тесттен төменгі нәтиже. Яғни біз өз бетімізше жаңағы оқи берсек, оны жаңа формуланы жаттай берсек, белгілі бір жүйесіз, одан біз ең алдымен ешқандай бір ынта, желаниеміз кетіп қалуы мүмкін, ал белгілі бір жүйемен жаңағыдай теория болып, одан кейін жаңағы осы стратегияны қолдана отырсақ, ол біз үлкен нәтижеге қол жеткізуіміз мүмкін. Яғни бір тақырыпты қалай оқу керек? Бір тақырыпты, мысалға зат мөлшері деген тақырып есепке негізделген, оның тақырыпқа негізгі ұғымдарын түсіну керек. Зат мөлшері, ол зат мөлшері дегеніміз не? Оның анықтамасы, яғни белгілі бір заттың жаңағы моль бойынша мөлшерін табу, зат мөлшерін табу, оның белгілі бір мөлшерін табу деген сөз, Одан кейін оның формуласына үңілуіміз керек. Бірінші ол қандай формуладан тұрады? N тең болатын масса бөлінген малярлық масса, мына жерде тұр, малярлық массаға қатынасын осы зат мөлшері өрнектейді екен. Енді оны ары қарай мағынасына, яғни әр әріпі нені білдіреді? Кішкентай n дегеніміз не? Яғни кішкентай n зат мөлшері, m дегеніміз масса, үлкен m деген малярлық масса. Яғни осыны ұғына білуіміз керек. Сосын оны белгілі бір кез келген тақырыпты оқыған кезде ассоциация немесе қысқарту, яғни ассоциация дегеніміз, мысалы үшін химия деген кезде біз не есімізге түседі? Яғни химиялық зертхана, сосын Менделеев кестесі есімізге түседі. Сол сияқты белгілі бір тақырыпты, мысалы үшін органикада бар бізде изомер дегеніміз құрамы бірдей, құрылысы әртүрлі заттар. Яғни изомер дегенді былай егіздер деп сақтап қалуға болады. Егіздер, яғни оның құрамы ата-анасы бірдей, бірақ
олардың аты жөндері екеуі екі түрлі адам, яғни құрылыстары әртүрлі. Солай деп. Мысалға, сонымен қатар бізде тағы бір тақырып атом радиусы деген бар ғой. Атом радиусында, мысалы үшін, ядро дегеніміз күн жүйесі, электрондар сыртында жүрмей ме, оны планеталар деп, солай деп жаттап алуға болады. Сонымен қатар көптеген осындай бір осы зат, мысалы үшін, ерітінділер деген тақырып бар. Ерітінділер дегеніміз еріген заттан және еріткіштен тұрады ғой. Бізде еріген затымыз, мысалы үшін, қант, еріткішіміз шәй, тәтті шәй. Осылай жаттап алуға болады. Жаңағы тәтті шәйді еске түсіргенде уже ерітінді деген тақырып есімізге түсу керек. Сол қысқартып өтетін. Сосын қандай есептер кездеседі, соған байланысты сол тақырыпқа сәйкес есептер шығара білуіміз қажет екен. Практика дейді, 3 қарапайым есеп көрсетілген. Мына жерде практика болмай, біз есеп шығармай, біз нәтижеге жете алмаймыз. Есеп шығара алуымыз қажет. Мына жерде 16 грамм оттектің зат мөлшерін тап дейді. Яғни бізде мына жерде зат мөлшерінің формуласы тұр, N масса бөлінген mR. Яғни массасы 16 грамм белгілі тұр. Массамыз 16 грамм оттектің, ал бізде оттегі қайдан шықты? 16-ны 2-ке көбейтеміз мына жерде. 16-ны 2-ке көбейткенде неше болады? 32 болады ма? 16-ны 2-ке көбейткенде mR тапқан кезде 16 көбейту 2 тең болады 32 грамм моль. Грамм моль болады. Сосын не істеген? Мынандай формула ғой. N тең болады масса бөлінген молярлық масса деген. Осы формулаға қойып, осы формула негізінде бізге шығарып тұрмыз. Сосын көлемін тапқан. Көлемде бізде мынандай формулалар бар да. N тең болады V бөлінген VM деген. Осыдан бізде не тапқан? Көлем тапқан кезде, мына зат мөлшері N мен мына екеуі көбейтіледі. Сол формула арқылы осылай тапқан. Бұл ең А деңгейінде жеңіл есептер. Және тығыздыққа байланысты тапқан. 500-ді 20-ға көбейтіп 100-ге бөліп жіберген. Сол кезде бізде зат массасын тапқан. Немесе ро көбейтілген В, мынандай омега деген формула да бар. Осы формулада екі формула негізінде шығаруға болады. Әр тақырыптан кемінде 20 есеп шығару керек. Сол кезде біз жоғары нәтижеге жете аламыз. Және УБТ форматындағы есептер дейді. Бұл да жеңіл есептер. Бірақ осы жеңіл есептерді біз қазір есеп шығара алсақ, осындай есептерді бірінші есеп шығара алсақ, біз ары қарай күрделі есеп бізге шығару оңайырақ болады. Мына жерде 10 грамм кальций СО3 ыдырағанда қанша литр СО2 бөлінді дейді. Бізде масса, кальций СО3-тің массы белгіленген, молярлық массын тауып алған, яғни мына 40, 12, 48 қосып, салыстырмалы атомдық масса 100 грамм моль деп алған. Сосын зат мөлшерін тапқан, зат мөлшерін масса бөлінген mR деген формулаға қойып тауып алған екен. Содан кейін мынаның формуласын жазып кетейін. Масса бөлінген mR деген формулаға қойған. Көлем тапқан. Көлем тапқанда зат мөлшерін N көбейтілген VM дегенге қойған. Көлемді N көбейтілген VM деген. VM бізде молярлық көлем деген тұрақты ғой, мәні 22,4-ке тең. Сол сияқты мына жерде ерітіндіге байланысты деп шығарған, масса еріген зат тауып алған. Мына жерде 100-ді 10-ға көбейтіп 100-ге бөліп жіберген ғой. Мына жерде 1-ден 100-ге бөліп жіберіп жазған 20 грамм. Одан кейін бізде мына жерде еріген затпен нені қосқан? Еріткішті қосып, ерітіндіні тапқан. Одан кейін массалық үлесті жаңағы мына жерде формула бар ғой, мынандай омега масса еріген зат бөлінген масса ерітінді көбейтілген 100 деген формулаға қойып, омега деген әріп, яғни массалық үлесін тапқан екен. Жалпы УБТ есептерінің логикасын түсінсең, жалпы оның шығарылу жолын осындай жеңіл жолдарын меңгеріп алғаннан кейін, оны ары қарай күрделі есептерді шығару оңай. Өйткені өнім шығу үшін бірінші сен салыстырмалы сол есептегі мына кальций СО3-тің салыстырмалы атомдық массасын білуің керек. Салыстырмалы атомдық массасын білу арқылы сен салыстырмалы молекулалық массаны табасың. Одан кейін қарапайымдылық қарап тұр, мына жерде салыстырмалы молекулалық массаны тапқан, одан кейін нені тапқан? Зат мөлшерін тапқан, одан кейін барып көлемін тапқан, одан кейін барып сен
мысалға шығымын табуы мүмкін. Бірақ осы этаптардан өткеннен кейін барып сен барып жоғары күрделі есеп шығара аласың. Ал сен бұл қарапайым ғана есеп шығару білмесең, ол тек қана өнімді бірден шығып кетпейді да. Сондықтан да қарапайым есептерді шығарып үйренуіміз қажет. Осындай оңай жолдағы есептер шығарып үйренсек, ары қарай бізге жеңілірек болады. Жоғары балл жинаудың 7 ережесі. Яғни күн сайын есеп шығару тұрақтылық табыстың кілті. Яғни бір күн есеп шығарып, 2-3 күн жоқ болып кетуге болмайды. Яғни курста да біз деген, мысал үшін, аптасына 2 рет видео сабақ болады, 2 рет Zoom эфир болады, одан кейін кері байланыс, яғни қатемен жұмыс сабақтары болады, жаңағы тест талдаулары болады, үйге тапсырма болады. Сол арқылы сен аптасына 2 видеороликтің мақсатында сол Zoom эфирімізден сол бір-бірімен тығыз байланыс болады. Сол тақырыптан ауытып кетпейміз, сол тақырып төңірегінде. Яғни ол ары қарай білімінің қайталанып, ұмытпастай болып кетуіне себепші болады. Ол фундаментінің сенің қалыптасуына себепші. Екіншіден, аптасына толық тест орындаймыз сол тақырып бойынша. Әлсіз тақырыптарды қайталай береміз. Қатемен жұмыс міндетті түрде. Формуланы қолданамыз, яғни оны тек жаттап емес, оның мәніне түсінеміз. Мысалы үшін біз алдағы уақытта алкандар деген тақырыпта өтетін боламыз. Алкандардың жалпы негізгі формуласы мынандай да: CN H2N плюс 2 болады. Осы бір формуланы шығарып, біз алканның 10 өкілін жаттай аламыз. Яғни, мына N-ның орнына бірінші өкілін шығарып көрейікші. N-ның орнына 1-ді қоямыз. 1 қоямыз. H2N-ның орнына не қоямыз? 1-ді қоямыз. Плюс 2. Енді осыны жинақтап жазғанда қалай болады? C 1 жазылмайды. H 2-ні 1-ге көбейткенде 2 қосасың 2, түсінді, CH4. Бұл бірінші өкілі, яғни метан деп аталады. Қалған екінші өкілінде 2-ні қойып та сөйтіп шығарамыз. C2, H2 көбейтілген 2 плюс 2. Сонда мынаны жинақтап жазғанда C2, H2-ні 2 көбейткен 4 плюс 6 да. Сонда C2, H6. Бұл этан деп аталады бізде. Осы мына бір формуланы жаттап аламыз, қалған 10 өкілін шығарып тастауға болады уже. Сонда бірақ формуланы жаттап аламыз, қалған шығара аламыз. Яғни мына 10 өкілін былай оқушылар болады, 10 өкілін жаттап алады, бірақ формуланы білмейді. Ол кезде ол формуланы бір 2-3 күн жаттаймыз, 2-3 күннен кейін кері сұраған кезде оны ұмытып қалуымыз мүмкін. Сондықтан да формуланы кәдімгідей түсініп, сол формула арқылы сандарды қойған кезде қалай өзгеретінін түсіне отырып жаттауымыз керек. Жаттығуымыз керек. Сол есептерді солай шығарамыз. Таймермен жұмысын уақытпен, мысалы 2 сағат, бір күнде 2 сағат есеп шығарасың ба? Жақсы, 2 сағат саған қиындық тудыруы мүмкін. 1 сағат есеп шығар, 1 сағат, жарты сағат теория оқы, жарты сағат жаңағы өзінің қатемен жұмыстарына қара, сол тест талдау бойынша жарты сағат. 2 сағатыңды ғана бір жаңағы есеп химия пәніне бөлсең, саған жеткілікті. Қалған уақыттарында басқа жұмыстарын жасай беруге болады. Яғни ең алдымен андай тұрақты түрде жаңағы бір күн оқып, 2 күн жоқ болып кетпеуің керек қой. Үздіксіз тұрақты түрде оқи білуіміз керек. Және үнемі қайталау. Сен бір тақырыпты өттің бе, бір тақырыпты өтсең, сол тақырып бойынша тест талдау, жаңа есептер болады да. Екінші тақырыпты өтесің уже, екінші тақырыпты бірінші тақырыппен байланыстыратын бір есеп, тапсырма или теориялық тапсырма болуы керек. Үшінші тақырып өтсең уже бір мен екінші тақырыпты байланыстыратын, жаңа 3 тақырыпты да қамтитын, жаңа оны ұмытып қалмастай етіп ары қарай дамытатын сені жұмыстар, тест жұмыстары, үй тапсырмалары болу керек. Сол кезде сен басқа тақырыптарды ұмытып қалбауға себепші болады. Осындай жүйемен алдағы уақытта курста біз дайындалатын боламыз. Енді егер сен нәтижеңді өсіргің келсе, менің полк курсымда 48 деп тұрып, бірақ алдағы уақытта одан да көбейеді. Важно сен бұл сабақтардың даже осы 48-дің бір 24-ін меңгеріп алсаң, сен ары қарай толыққанды жаңа үй тапсырмаларын, мен берген тапсырмаларымды орындап, жаңағы өзіңнің теориялық оқы деген нәрсемді оқып, жаңа берілген есептерге каждый сабақта, видео сабақтарда ОБТ форматындағы, мысалы үшін атом радиусы болып жатыр ма, сен атом радиусына байланысты ОБТ форматындағы сұрақтар сол видео сабаққа мен кірістірдім. Мысалы үшін периодтық жүйе ма, периодтық жүйе бойынша ОБТ-да қандай сұрақтар келіп жатыр, сол видео сабақта 1-2 сұрақ болады. Енді үйге тапсырма бөлек, видео сабақта, видео сабақты қарап отырған кезде ұмытып қалмастай болып бекітетін сенде тапсырма болады міндетті түрде. Бірақ ең алдымен
өзіңде деген ниет, жаңағы берілген тапсырманы тұрақты түрде орындап отыратын жауапкершілік болу керек та. Жауапкершілік болған жағдайда бұл сен химияны 6 ай емес, мен негізі 6 айға бөліп отырмын ғой. 3 айдың ішінде сен меңгеріп алуға болады. 3 айдан кейін мен меңгеріп алдым, ары қарай маған курс керек емес десең, ары қарай өзің де дамыта беруге болады. Қиын емес, химияны бір меңгеріп алсаң, ары қарай дамыта беру. Содан кейін үй тапсырмасы, ұбт талдауы, міндетті түрде үй тапсырмасы, одан кейін талдау жұмыстары, қатемен жұмыстары, сосын аптасына тікелей эфир болады. Сол кезде сен осы видео сабақтарда кей жерлер может саған түсініксіз болуы мүмкін ғой. Соған байланысты сұрақтарыңды қоюға, ары қарай дамытатын сен қандай есептер бар, сол жағын қарастыратын боламыз. Және 24/7 кері байланыс және ата-анамен байланыс. Өйткені ата-анамен байланыс сен өз-өзіңді, мысалы үшін, мен тапсырма берген кезде сен ChatGPT-ден бірдеңеден қарап белгілеуі мүмкін ғой. Соған байланысты ата-анамен де байланыс болған дұрысырақ. Өйткені сенің кәдімгі толыққанды әділетті түрде өз-өзіңмен жұмыстанып жатқаныңды мен білуім қажет. Сол үшін де ата-анамен кері байланыс керек. Маған да нәтиже керек та. Осындай мақсатта сен осы курсты алғың келсе, маған осы нөмерге, осы WhatsApp нөміріне хабарласып, кері курсымды қызығып жатырсаң, осы нөмерге байланыссаң болады. Жақсы, түсінікті болса, сау болыңыздар.